Сәлем достар, бүгін көптің көкейінде жүрген сұрақтардың бірі, қандай суммадан бастап инвестициялауды бастауға болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Тақырыпқа көшпес бұрын, осындай қызықты әрі маңызды видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Негізі, көпшіліктің ойында қор нарығында инвестициялау қолжетімсіз әрі қымбат деген пікір қалыптасқан. Алайда, бұл видеода ол пікірді жоққа шығарғым келіп отыр. Біріншіден, сіздің қай ел экономикасына инвестициялағыңыз келеді, соны анықтап алайық. Жалпы, Қазақстан қор нарығына инвестициялау шамамен 100 теңгеден басталса, ақш нарығына инвестициялау 2-3 доллардан басталады. Мысалы, Қазақстандық халық банкінің бір акциясын 115 теңгеге алуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, инвестициялауды бастауға қажет сумма ондай бір шошитындай емес. Ал сіздер қандай қаражат керек деп ойладыңыздар? Өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Осындай аз суммадан бастап инвестициялағанның өз артықшылықтары бар. Сіз бастысы акция сатып алу үдерісінің қалай жүретіндігін өз көзіңізбен көретін боласыз. 1000 рет естігеннен 1 рет істеп көрген артық. Брокермен қалай жұмыс жасау керектігін де үйренетін боласыз. Бастысы, алғашқыда инвесторлардың жасайтын қателіктерінің көпшілігінің алдын алатын боласыз. Бірақ, тек бір ғана акцияны алып қоя салмай, портфельді инвестициялауды бірден қолға алған дұрыс. Яғни, сол арқылы сіздің инвестициялық тәуекеліңіз төмендейді. Ол үшін сізге шамамен 20-30 мың теңгедей кетуі мүмкін. Әрине, бірден емес, ақшаңыз болған сайын аз-аздан портфеліңізді толықтырып отырсаңыз да болады. Портфельді инвестициялаудың тиімділігін қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді осындай портфельді қазақстандық акциялардан құрып көрейік. Бұл сіздерге инвестиция жасаудағы берілетін кеңес емес. Сіздерге тіпті аз суммамен де инвестициялық портфельді жинақтауға болатындығын көрсеткім келіп отыр. Келесі кестені қарастырайық. Кестені қарасаңыздар, акциялар әртүрлі сектордан алынған. Мысалы, Қазтрансойл мұнай секторынан, Кейсел телекоммуникация және Халық банк пен Банк Центр кредит қаржы секторынан, және де тағы да басқа секторлардың акциялары портфельге қосылғандығын көріп отырсыздар. Қарап тұрсаңыздар, портфельде бірнеше сектор қамтылған, яғни портфель диверсификацияланған. Әрине, бұндай портфельді әрбір инвестор өзінің қолында бар қаражатына және мақсатына сай етіп құрастыра алады. Осындай портфель құру бар болғаны шамамен 20 мың теңгеге шықты. Ал егер сіз доллармен инвестициялық портфель құрғыңыз келсе, шамамен 200-300 долларға жуық ақшаңыз кетуі мүмкін. Американдық акциялардан да құрылған портфельді келесі кестеден көрсеңіздер болады. Бұл сіздерге инвестициялық кеңес емес, жай ғана аз суммаға қалай диверсификацияланған портфель құруға болатынын көрсететін мысал. Кестеде көрсетілген портфель шамамен 300 долларға құрылған. Бұл портфельде жақсы диверсификацияланған. Онда фармацевтикадан Pfizer, азық-түліктен Heinz, автомобиль секторынан Ford, қаржыдан Америка банкі және де басқа да секторлар қамтылған. Сонымен, қорытындылайтын болсақ, егер қазақстандық акциялардан портфель құратын болсаңыз, кемінде 20 мың теңге, ал американдық акциялардан портфель құратын болсаңыз, 150 мың теңгедей ақшаңыз кетеді. Әрине, бұның бәрін бірден алу міндетті емес. Әрбір ай сайын алып отырсаңыз да болады. Одан бөлек, портфеліңіздің жартысын американдық, жартысын қазақстандық немесе европалық, мейлі қытайлық акциялармен де толықтырсаңыз болады. Сіздерге видео пайдалы болды деп үміттенемін. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.